ең алғаш өзім таныстырып кетейін, мен 4-ші курс студент, қазақ тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиет мамандығының студентімін. Сіздер сияқты студентпін, есімім Мұхаммед Амира Серікқызы. Сабағымызды бастамас бұрын айтайын, өзімізді барынша еркін ұстаймыз, өйткені сабақты кері байланыс арқылы жақсы жүргізу үшін барынша еркін ұстап, кері байланыс жүргізсеңдер жақсы болатын. Жарайды? Менің бүгінгі алып келген сізге тақырыбым басшылық жасау және көшбасшылық. Басшылық дегеніміз белгілі бір мекеменің, белгілі бір жұмыс ортаның басшы, яғни өзінің қарамағындағы адамдарға басшылық ету, яғни солардың барлығын ұйымдастырып отыру, жұмыс жасау. Ал көшбасшылық дегеніміз белгілі бір ортада жүргізіліп отырған, яғни сол ортада бір өзінің жаңағы абыройы бар, сол ортаны алып жүретін адамдарды біз лидер дейміз, яғни көшбасшылар. Яғни екі жақтың да қарастырып отырған мәселесі бағыты бір, бірақ екеуінің айырмашылығы екі түрлі болып келеді. Жалпы басшының өзіне дейін негізгі екі міндеттің жүктелгенін білеміз. Ол бірінші, басшы адамдармен қарым-қатынас жасау керек, яғни жұмыс істей білу керек. Екіншісі, яғни басқару жүйесін ұйымдастыру. Яғни бұл жерде қалай ойлайсыздар, басшы жұмыскермен қатар сөйлескен кезде оның сөйлеген сөзі маңызды ма? Әрине маңызды. Мысалы, сіздерге біреу жағымды сөйлесіп тұрса, сіздер де жағымды жауап қайтаруға тырысасыздар, иә? Ал сізге ондай жерде жауап бермесе, сіз ол жерде жұмыс істегіңіз келер ме деген сұрақ. Мысалы, сізге мен басшымын, мен өзімнің қалай сөйлеп келемін, солай сөйлеймін десе, сіз сондай жерде жұмыс істегіңіз келер ме? Жоқ. Әрине жұмыс істегіңіз келмейді. Сондықтан басшымен көшбасшы дегеніміз олай басшы емес, бірақ сол белгілі бір ортаға бір бағыт бағдар беріп отыратын адам ғой. Сол себептен сол екі айырмашылық бірінші ара жинақ жатылады. Басшы шешім қабылдап, оның орындалуын ұйымдастырады, айтылды. Лидерлік бұл жеке адамдардағы немесе бір топтағы адамдарға әсер ету қабілеті. Ендігі бұл екі ортада жүргізіліп жатқан бір пигменттегі ғой, сол ортадағы ара-кешіктегі бұл жерде тәртіптілік, орын алып жатқан жағдаяттық, сол кезеңде болып жатқан барлық мәселелерді қамтамасыз ету, соны жүргізу, бұл басшылық пен көшбасшылықтың ең маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Енді орындалуына ықпал ету. Басшы еңбегін таңдауға түрткі болатын ықпалдар төменгі кестеде келтірілген. Осы қызметтің орындау үшін оның өзінің формальды өкілеттілігі мен қоса билігі болған қажет. Көшбасшы әдетте бейресми ол басшылық позицияны топтың ашық немесе жабық келісімімен атқарады. Екіншісі, топ қабылдаған нормалар мен құнды бағдарламалар жүйесі көшбасшының қолдауымен жүзеге асырылады. Үшіншісі, топ өміріндегі арнайы, алайда біршама мәнді жағдайларға көшбасшы тиісті рөл атқарады. Жігерлендіріп, жақсы жұмыс жасауға мотивация беру керек, иә. Сол. Және де егер балық бастамашы дейді деп айтады, егер басшы жақсы болса, және де жұмысшылардың жұмысы да өнімді болады, және де көңіл күйі де жақсы болады. Яғни басшымен жұмыскердің қарым-қатынасы жақсы деп ойлайсыз. Тағы айтатындар қосарыларыңыз бар ма? Жоқ болса келесі сұрақ. Адамдармен қарым-қатынас барысында басшының сөйлеген сөзі әсер етеді ме? Иә. Әрине әсер етеді, өйткені егер сізге жағымды сөйлеп, сізге ұнайтындай сөйлесе, сіздің де жауап қайтаруыңыз жақсы болады. Ал егер сізге басқаша біртүрлі қарап, дұрыс емес жауап беретін болса, сіздің ол адаммен қарым-қатынасыңыз болуын да қаламайсыз, мысалы. Жақсы басшы оратор skills. Жақсы сөйлеу керек, профессионалды түрде. Өз ортасына менеджерліктің нақты түсіну керек. Қосарларыңыз бар ма? Қайта ойыңыз Дұрыс бағдар беру. Шешендік өнер қажет. Жалпы барлығымыз не бұл жерде көшбасшылықта да, басшылықта да негізгі шешендік қажет. Себебі, мысалы, сіз дұрыс сөйлей алмасаңыз, дұрыс әр сөзге интонация бере алмасаңыз, ораторлық сөйлеу сөзіңіз мәнері дұрыс болмаса, сізді отырған ортада ешкім тыңдағысы келмейді. Сөздік қоры аз болса да, сіз сол адаммен байланыс жүргізе алмайсыз, өйткені ол адамның сіз не шешімді тез әрі дұрыс қабылдай алатын сөзшең мәмілегерлік, қырағылық, сенімділік пен сөйлеу және турашыл болу керек. Көшбасшы ол ұйымдастыру қабілеті болу керек. Сөйлей білу, яғни көп адамның алдында жұмыс жасай білу керек.
табанды, толерантты және пысық болу. айта беріңіз. Başı tabandı, әдемі сөйлей алу керек, толерантты болу керек, жұмысшылармен жақсы қарым-қатынаста болу керек, шешімге тез келе алатын болу керек. Көшбасшы шешен сөйлей алу қабілетті болу керек ол адамда. Артынан адамда ерте алатын, жауапкершілікті және сенім артады. Стратегиялық, талапты, көзбасшылық, кейіппен, түсінетін, салмақты. Басшылық бірінші басшы телемой иесі бәрін айтан анық етіп отыратын етіп айтып бере алатын адам болу керек. Есте сақтау қабілеті жоғары болу керек, өзіне айтылған сөздің бәрін терең түсінетін адам болу керек. Және бар пікірлерден сөздің толықтай түйінін шығарып білуі керек. Басшылық сөзге шешен, табанды және ұстамды талапты болу керек деп санаймын. Көшбасшының ойындағы білгір маман болу қажет, шыдамды болу керек, қайратты, жігерлі, жауапкершілікті және де өнегелі болу қажет деп ойлаймын. Басшы рөлден таңдау, тура мақсат қоя біле алатын және кеңес бере алатын. Көшбасшы ара-түсті іске алады, ақылды және күрәші. Басшы жауапкершілігі мол, ақылды, шыдамды және мемлекеттік тапсырған адам болу керек. Ал көшбасшы пысық, қырағы, жақсы қарым-қатынас жасай білетін, остроумності қазақша аудара. Студенттің танымды белсенділігін арттыратын, яғни көшбасшылық қасиеттерді дамыту не істеу қажет. Мысалы, сіз бір мұғалім боласыздар, мектепте сабақ бересіз, сол кезде оқушының алдына барған кезде, ол оқушының бойында бір сондай бір қасиеттер бар екенін байқайсыздар, бірақ тұйықтау болады бала. Сол баланы ашу үшін, сол баланы алға жетелеу үшін, тарту үшін қандай шаралар қолданасыздар? Ауызша жауап берсеңіздер болады. Болашақ министрлер осы жерде отыр, ректорлар да осы жерде отыр, болашақ мектеп директорлары да осында отыр, депутаттар отыр, болашақ. Егер де мен сынып жетекшісі болып сондай қабілетін байқасам, сол оқушыны мен мысалы староста қылып тағайындайтын едім. Сол кез өзі жауапкершілік сезінеді және ашыла бастайды деп ойлаймын. Егер де мен сынып жетекші емес, пән оқытушысы сондай болатын болсам, мысалы тәрбие сағаттар ұйымдастырып, соны топтарға бөліп, сол топтың көшбасшысы тағайындап, сол кезде ол жауапкершілік сезінеді және практика дейді ғой, сонда өзіні көріп ашылады деп ойлаймын. Егер ол оқушының сабақ үлгерімі төмен болса ше, сіз оны мысалы ол оқушының сабақ үлгерімі төмен, сіз оны көшбасшы ретінде тағайындап қоймайсыз ба сыныпқа басқа оқушылар өздерінің пікірлерін, теріс пікірлерін бәрін? Негізі сабақ үлгерімі төмендігі өз көздерімен көрсе, бәлкім бүкіл мәселе басқаша болар еді деп ойлаймын. Сондықтан басшы ең алдымен өзінің де сол кісілер сияқты қарапайым адам екенін ұмытпау керек. Басшы болса, оқушылар үшін ұжым, мен ойлаймын, барлық жұмыс ұжым арқылы жасалынады. Яғни ол ұжымдықты сплоченность бірлестіру арқылы продуктивная работа болады. Яғни мен бұған дейін білемін, жаңа мәлімет, білмеймін сұрақ туды. Яғни туындаған сұрақтарыңыз болса, маған қойып берсеңіздер болады. Кесте арқылы толтырсаңыздар болады, диссертация деп аталады. Білемін, жаңа мәлімет, білмеймін сұрақ туды. Сіздің ойыңызша басшы қандай болу керек? Басшы қандай болу керек? Басшы ең алдымен өзінің басшы екенін ұмытпау керек. Яғни ол өзінің қоластындағы адамдармен дұрыс жасай білу керек. Яғни бұл жерде ең бірінші қарым-қатынас дейді ғой, қарым-қатынас жақсы болу керек. Сіз қалай сөйлейсіз, жұмысшыңыз дәл солай сізге жауап береді. Яғни сол адамның жағдайына кіре отырып, сол адаммен жақсы ары қарай бірге жұмыстасқан жұмыс жасағаннан кейін барлығы бірге жұмыс атқару керек. Тағы сұрақтарыңыз бар ма?